Müslümanları Dini Басқармасының Республикалық Ислами Дини Бірлестігінің 2021 жылдың 14 ақпанында Қазақстан Республикасы Әділет Университетінде тіркелген жарғыға сәйкес бұйырамын дейді. Қазақстан мұсылмандары Дини Басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызай қажы Тағанұлының бұйрығымен Жанайдар Думан Қамариденұлы бүгінгі күннен бастап осы Әнет Баба мешітінің азаншы болып тағайындалды. Бұл уақытқа дейін Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Жақып Ақбай мешітінің уақытша имамдық қызметін атқарған болатын. Құтты болсын. Аллаху акбар. Қожам Мирас Ерланұлы, Алматы облысы, кешіріңіздер. Жанайдаров Думан Қамриденұлы, Ақмола облысы Қорғалжын ауданының тумасы. Білімі 2019-2022 жылы Астанада медресе колледжін аяқтаған, қазақ тілі, орыс тілі, араб тілін меңгерген, тәжірибесі 2022 жылдан бастап Теміртау орталық мешіті Әлихан Бөкейхан мешітінің наиб имамы 2022 жылдың 29 шілдесінен бастап Теміртау қалалық Жақып Ақбай мешітінің имам міндетін осы уақытқа уақытша атқарған. Бүгінгі таңда облыстық Әнет Баба мешітінің азаншысы болып тағайындалды. Аллаху акбар.